елдік ұлттық мүдде мәселесінде ылғи да бізде жүрген ардақты ағамыз Тұрсынбек Қағишке беріледі. Ағайындар, туыстар, бауырлар, өзі осы қазақ тілі жөніндегі әңгіме бүгін ғана басталып отырған жоқ. Өзі басқа елдерде тіл мәселесі жоқ. Өзбектер өзбек тілінде, қырғыздар қырғыз тілінде, тағы басқа халықтардың барлығы баяғыдан өз тілінде сөйлеп, өз тілінде қаулы қарарларын шығарып қойған. Ал мынау қазақ дейтін сорлы халық көз немене тілімізді саудаға салып, осы 20 жыл, 40 жылдан бері әңгіме болды. Мен тіпті тарихтан да біраз нәрселер айтайын. Сәкен Сейфуллин 1923 жылы қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік деген мақала жазды. 9 февраль күні. Содан кейін, бір айдан кейін, 2 айдан кейін кеңсе істерін қазақ тілінде жүргізейік дейтін үлкен мақала жазды. Ең алдымен өзі басқарып отырған халық комиссарлар кеңесінде әлгерде жиналыс өтіп, осы қазақ тілін қолдануға бола ма деген уақытында не бір орыс, не бір қазақ тіс жарып сөйлемей, әлгерде Сәкеннің ызасын келтіргеннен кейін ертеңіне Еңбекші Қазақ газетінде мақаласын жариялады. 9 мақала жариялады. Осы қазақ тілі жөнінде. Бұл 23 жылы. Анау әлгі 23 жылға алған декрет, мемлекеттік тіл болсын деген декретті алдырғанда Сәкен, Әліби Жангелдин, Нығмет Нұрмақов, тағы басқа ағайындарымыз соның барлығы 3-ші сессияда міндетті түрде солай болсын деген қаулы алды. Ал енді содан бері мынадай жағдайға түсу. Я болмаса мен өз дерексіз сөйлемейтін адам. Мынау менің 92 жылғы шыққан кітабым «Санадағы жаралар» дейді. Соның бір жерінде мынадай сөйлемдер бар. Жолдастар, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Москвадағы сөйлеген сөздері одақтық газеттерге, баспасөз, теледидарға берген интервьюларда өте керемет, тамаша. Оны оққанда, тыңдағанда қуанып, шаттанып отырамыз. Осындай азаматымыздың барына тасып отырамыз. Сыртта жүрсек, басқа ағайындардың алдында жадымыз күрдірейіп жүреді. Қайта құру мен жариялық заманында біздің маңдайымызға біткен жақсы азаматымыз болды деп қуанып отырамыз. Ал енді Алматыға оралып іске кірісе бастаған уақытта әлгі сөздер басқаша болып шығады. Әрине тыныштық керек, бейбітшілік керек, қантөгіс болмасын, бірақ дәйектілік те керек. Москвада айтқанды Қазақстанда айтуға болмай ма? Мысалы, Қазақстанда тіл туралы заң қабылдады. Тіл халықтың жаны екенін, тілсіз жұрт кесе-кесе көгермейтін, тобыр екенін түсіндік. Сонда бір ғана сөз осы заңымыздың берекесін қашыратын сездік пе, сезбедік пе? Әйтеуір, наряду дегеннің орнына наравне деп жаздық, қол көтердік. Жобада русский язык как средство межнационального общения применяется наряду с государственным казахским языком деп жазылған болатын. Жобада наряду деп айтылған. Москвада тамаша сөйлеп келгеннен кейін наряду емес, наравне болсын деп түзеттірді, қабылдатты. Осыны көріп біліп естіп отырған ағайындар, орыс тілі наряду емес, наравне екен ғой деп арқасын кеңге салып, басқа республикаларда алынып жатқан заңдарды көріп, өз республикасында өз тілі мемлекеттік мәртебеге ие болуға тиіс қой деп көндігіп, мойынсынып қалғандар наравнені естігеннен кейін қайтадан шалқайды. Оны білетін себебім, мен Калинин ауданында қазақ тілі қоғамының бастығы болдым. Сол вақытында 125 мектепті бөліп, әлгі орыс балалары жетпегенде кейін әлгі мектептің жартысын қазақ мектебіне айналдырдық.
қасынан қазақша балабақша салдырдық. Соның барлығын орыс ағайындар осынар неден кейін шаға бастады. Тіпті есігіне бомба қойып, анау кіретін есікті жарып тастады. Сол уақытында осы мынау қазір асылып қауымдастықтың бастығы бар ғой, асылып. Сол бірінші секретарь болатын. Осы не масқара деген сөздерді сол пленумде де, райкомда да айтып отыр. Осындай жағдай. Содан біз әлі жылжығамыз жоқпыз. Қаншама айттық, қаншама жаздық. Осы көп нәрселерге бардық қой, айтып жүрміз. Сөзімізді еститін құлақ та жоқ, оны орындайтын анта да жоқ. Сонда бұл кімге керек? Осы қазақтылық кімге керек? Олай болатын болса лақтырып тастап, шүлдірлеп басқа тілде сөйлей берейік дейтін жағдайға жеткеніміз, мынау әлгі бір одақтарға кіріп атырмыз ғой, ертең сорымызды қайнататын сол болады. Кеше Путин ақшаны не істейміз дейтін мәселе. Егер ақша кететін болса, қалтаңа салып жүрген тәуелсіздігін көрсетіп жүрген ақшан қалтаңмен кететін болса, онда орыстың рублі болып шықпай ма? Я болмаса кейінгі жиналыстарда да осындай. Оның бәрін айтып тұрған себебім, ел болайық ағайын, намысымыз болсын, оятайық, ұйықтап қалған намысты. Осының мен бірақ қана ұсыныс жасағым келеді. Біздің президентіміз Назарбаев анау парламентке келіп сөйлеген уақытында сәлеметсіздер ме деп орысша шүлдірлеп ал сау болыңдар дегенді қойсын. Яғни басынан аяғына дейін қазақша сөйледі. Сонда өзі үлкен сыйлық болған, төрен сыйлық болған халықпыз ғой. Мынау бастық осылай басынан аяғына шейін қазақша сөйлеп шығатын болса, онда сөз жоқ. Әлгі шоқынып кеткендеріміз де, шала қазақтарымыз да, тіпті қазақ еместерімізді қазақша сөйлеуге ұмтылатын болады. Сондықтан менің бір-ақ ұсынысым бар. Назарбаев бұдан былайғы ылғи қазақша сөйлейтін болады.